Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен осындай өте тойымды және дәмді голубцы тағамының жасау рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағам бір жасағаннан шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай дәмді, тойымды тағамымызды бірге әзірлейік. Бізге ең алдымен начинкасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін алдын ала осылай пиязымызды майдалау етіп турап шығатын боламыз. Мен сиырдың тартылған етін пайдаланатын боламын. Қойдың етін пайдалансаңыздар да болады. Дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Неге пияздарымызды майдалап турап алдық. Енді тартылған етімізге салып, және де оның үстінен алдын ала жуып тазартып алған күрішімізді салып, содан соң дәміне қарай қара бұрышымызды және де тұзымызды салып, барлығын жақсылап қолдың көмегімен араластыратын боламыз. Неге көріп тұрғандарыңызда начинкамыз дайын болды. Енді алдын ала жуып тазалап алған болгар бұрыштарымызға начинкамызды салып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, құрамы да өте қолжетімді. Міндетті түрде осы тағамды жасап, отбасыңызды қуантып көріңіз. Неге барлығын орналастырып салып алдық. Енді сорпамызды әзірлейтін боламыз. Бізге зажаркаға осылай картоп, сәбіз және пияз қажет болады. Барлығын осылай видеодағыдай майдалау етіп турап шығатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Неге пиязымызды да турап болып қалдық. Дәл осы сәтте газымызға қазанымызды қойып, майымызды құйып, қыздырып қоятын боламыз. Және де қызып тұрған қазанымызға пиязымызды салып, қызарғанша 2-3 минут қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қуырылып болған соң, оның үстіне сәбізіміз бен картопымызды салып, оны да 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Және мен қызарту үшін осылай 2 ас қасық қыстық салат түрін пайдаланатын боламын. Сіздер томат қоссаңыздар да болады. Және де дәміне қарай аздап тұзымызды және де болгарскийларымыздың көлеміне қарай суымызды құйып, қазанымызды қайнататын боламыз. Неге қазанымыз қайнады, дәл осы сәтте лавр жапырағын салып, және де біздің голубцаларымызды салып шығатын боламыз.
сіздер коррупцияда өзіңіздің үйіңіздегі адамдардың санына қарап жасай берсеңіздер болады. Енді бетін жауып қайнататын боламыз. Неге қайнап жатыр? Енді астын баяу отта тағы да жарты сағаттай қайнататын боламыз. Содан соң мінекей көріп тұрғандарыңыздай сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.